жаңғақтың адам ағзасына пайдасы. Егер де жаңғақтың адам ағзасына қандай пайдасы барын білгіңіз келсе, онда мына видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз, ұнаса тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, және де поделиться батырмасын басып, елменде бөлісіңіз. Пайдалы ақпаратты сіздің жақын жуықтарыңызда білсін. Және де қоңыраушанды басып қоюды ұмытпаңыз. Себебі бұдан кейін шығатын басқа видеолар, бұдан да күшті, бұдан да мықты видеоларды жіберіп алмас үшін. Фундук, орман жаңғағы. Фундук дәнінің құрамында А және Е витаминдері бар. Бұл адамның ми қызметін жоғарылататын қасиетке ие. Шекі күйінде тұтынғанда пайдасы көп деп есептеледі екен. Құрамы: фундук калория жағынан наннан бірнеше есе жоғары, сүттен 8 есе жоғары болса, тойымдылығы жағынан шоколадтан асып түседі. Құрамында май 60%, ақуыз 13%. Витаминдер С, Е, В1, В2, В6. Кальций, фосфор, магний, темір, кобальт, цинк, натрий, амин қышқылдары кездеседі. Пайдасы: әлсіздік, қант диабеті, гипертония, бүйректе тас болған кезде, тамырдың кеңеюі, тамырдың қабынуы, бауырды зиянды қалдықтардан тазартады. Басқа жаңғақтармен салыстырғанда фундуктың құрамында фолий қышқылы көп. Сондықтан балалы болуды жоспарлап жүрген адамдарға пайдасы өте көп. Кешью иммунитетті көтеріп, тіс ауруын басуға көмектеседі екен. Бұл жаңғақ түрі Азия халқының сүйіп жейтін дәндерінің бірі болып есептеледі. Сонымен қоса тағам түрлеріне де пайдаланады. Қуырылған күйінде тұтынады. Құрамы: кешью аталған жаңғақтар ішінде майлысы аз болып есептеледі. Май 45%, ақуыз 17%. Витаминдер В2, В1, темір, цинк, фосфор, калий. Пайдасы: кешью қаназдық, депрессия, зат алмасуы бұзылған жағдайда пайдалы. Иммунитетті күшейтеді, жүректің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді, қанда холестеринді төмендетеді. Сонымен қоса тіс ауырған кезде де көмегі бар. Bir күндік мөлшері 10 тиыр. Газдалған сусымен бірге пайдаланғанда денсаулыққа пайдасы көбірек тиеді. Пісте. Фисташкидің пайдасы өте көп. Асқазан ішек жолдарының қызметін жақсартып, тыныс жолдарының дұрыс қызмет атқаруына көмектеседі. Құрамы: май 50%, ақуыз 20%. Құрамында темір көп, сондықтан қаны аз адамдарға пайдалы. Сонымен қоса мыс, марганец, фосфор, микроэлементтер, магний, калий бар. Витаминдер В, әсіресе В6, ақуыз, кальций, фосфор және темір. Бұлар адам организміне керек микроэлементтер. Пайдасы: қаназдық және бауыры ауыратын адамдарға да тұтынуға болады. Аяғы ауыр әйелдерге токсикоз кезінде ерлердің репродуктивтік қызметін жоғарылату үшін де пайдаланады. Көздің көру қабілетін сақтауға көмектеседі. Фисташкидің калориясы төмен болғанымен де минералдар мен витаминдерге өте бай. Алайда көп жеуге болмайды. Тәулігіне үлкен адамдарға 15 дән жесе жеткілікті. Бадам жаңғағы, миндал. Бадам жаңғағы калий, фосфор, темірге бай. Сондықтан жүрек ауруына пайдалы болып есептеледі. Негізінен көбіне тәтті тағам түрлеріне дайындағанда пайдаланады. Миндал қанды тазартатын қасиетке ие. Бүйрек тасын шығаруға көмегі бар. Алайда мөлшерін қатаң сақтау қажет. Миндал Испанияда элиталық жаңғақ түрі деп есептеледі екен. Құрамы: май 50%, ақуыз 18%. Витаминдер В, А, Е, С және Р. Грек жаңғағы. Грек жаңғағы өсетін тар өте ұзақ жасайтынына қарап, кавказдықтар грек жаңғағын қасиетті деп есептейді екен. Онда тіпті
4 ғасырдан бері жасап келе жатқан талдар бар көрінеді. Грек жаңғаған физикалық тұрғыдан әлсіреген уақытта, қан азайғанда, жүйке жүйесінің ауруларында, жүрек ауруы мен асқазан ауруларында пайдалы деп есептеледі екен. Ер адамдарда белсіздіктен қорғайтын қасиеті де бар. Ауруханадан шыққан кезде әрлендіру үшін де пайдалы. Күндік мөлшері 5 түйір. Көп жеген жағдайда іш қату болуы мүмкін. Сондықтан осыны ескерген жөн. Құрамы: грек жаңғағында май 80%, көптеген майлар линол, алейн, пальмитин тағы басқалар. Витаминдер РР, В1, С, К, В2, Е, темір, кобальт, мырыш, калий, магний, кальций, йод, фосфор. Видео ұнаса міндетті түрде тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз, поделиться батырмасын басып елмен бөлісіңіз, қоңыраушанды басып қоюды ұмытпаңыз. Себебі пайдалы ақпаратты жіберіп алмас үшін. Бар болайық, бай болайық, бәрінен де денсаулық зор байлық екен ұмытпайық ағайын.